Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Ливерпуль Реал Мадридтен Марко Асенсионы сатып алғысы келіп отыр. Ағылшындықтар ойыншының өкілдерімен келіссөздер жүргізіп үлгерді, деп хабарлайды AS басылымы. Реал үшін Марко қатты қажет ойыншы емес. Мадридтіктер ойыншыға жаңа келісімшарт ұсынды. Бірақ жаңа келісімшартта Марконың қойған талаптары орындалмады. Асенсионың Реалмен келісімшарты келесі жылы аяқталады. Менің ойымша, Переске келесі жылы испандықты тегін жібермеу үшін осы жазда сату керек. Бір жағынан аз болса да Чаумениге кеткен 100 миллионның орнын толтырады. Ал Асенсио болса Ливерпульдің ұсынысын қабылдамауы әбден мүмкін. Ойыншының өзі әрдайым негізгі құрамда ойнағысы келеді. Ал Ливерпульде негізгі құрам үшін талас бәсекелестік өте жоғары. Сол себепті Марко Ливерпульге жауап беруге асығып отырған жоқ. Қазір ойыншының агенті Жоржо Мендеш басқа да клубтармен келіссөздер жүргізуде. Кейбір басылымдардың хабарлауынша қазір испандыққа Милан, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал және Ньюкасл Юнайтед қызығып отыр. Тоттенхэм осы жазда ұйықтап жатқан жоқ. Шпорлар өздерінің жаңа трансферін ресми түрде жариялады. Лондондықтар сапына Брайтоннан жартылай қорғаушы Иви Бисума келіп қосылды. Ойыншымен 2026 жылға дейін келісімшартқа қол қойылды. Шпорлар ойыншы үшін Брайтонға 30 миллион еуро төлейді. Трансфер-маркет порталы Иви Бисуманы 35 миллион еуроға бағалап отыр. Иви Бисума Брайтонның жұлдыздарының бірі. Алаң ортасында өте жақсы ойын көрсетіп жүр. Дәл қазір АПЛ-де толықтай ойнап үлгерген жартылай қорғаушылар кемде-кем. Иви Бисума шпорлар сапында қалай өнер көрсететіні келесі маусымда ғана көре аламыз. Бірақ бұл Тоттенхэм үшін өте сәтті трансфер. Бұдан бөлек шпорлар Интер шабуылшысы Лаутаро Мартинесті де бақылауда. Кейбір басылымдарға сенсек, Тоттенхэм миландықтарға шабуылшы үшін 90 миллион еуро ұсынуда. 90 миллион Мартинес үшін өте керемет баға. Антони Конте бұрын Мартинеспен жұмыс жасаған және аргентиналықты өз командасында көргісі келеді. Трансфер-маркет порталы шабуылшыны 75 миллион еуроға бағалап отыр. АПЛ-дың үздік төрттігіне кіргісі келетін Арсеналда өз құрамын күшейтіп жатыр. Және бұл мақсатты өте жақсы жүзеге асыруда. Зеңбірекшілер ресми түрде Порту жартылай қорғаушысы Фабио Вейраның трансферін жариялады. Ойыншының Лондонда қанша жалақы алатыны белгісіз. Канонерлер жаңа ойыншыларға көп жалақы ұсынатын команда емес екені белгілі. Арсенал жартылай қорғаушы үшін 40 миллион еуро төлейтін болады. Бірақ трансфер-маркет порталы Вейраны 25 миллион еуроға бағалап отыр. Әрине, әрдайым футболшылар өз бағасына сатыла бермейді. Не дегенмен бұл сауда. Фабио Порту академиясының түлегі және негізгі командада алғашқы ойынын 2020 жылы өткізді. Жартылай қорғаушы айдақарлар сапында 76 ойын өткізіп 10 гол салған. Бұдан бөлек осы маусымда Фабио 27 ойында 14 нәтижелік пас беріп, Португалия премьер-лигасының үздік ассистенттердің бірі атанды. Фабио әрі жас, әрі талантты ойыншы. Бірақ кез келген жас ойыншы АПЛ-де сәтті өнер көрсете алмайды. Португалия лигасы АПЛ-ге қарағанда әлде қайда төмен. Бірақ Арсеналда Фабиодің өсуіне деген барлық мүмкіндік бар. Әрі бәсекелестікте аз. Бұдан бөлек Габриэл Жезусте канонерлер сапына ауысады деп күтілуде. Бразилиялықтың өзі бағын зеңбірекшілер сапында сынап көруге қарсы емес. Бұдан бұрын Жезус Ман-Сити басшылығынан өзін сатуды сұрағаны белгілі болған еді. Бразилиялық негізгі құрамда алаңға көп шыққысы келеді. Бірақ Холланд келгеннен кейін бұл мүмкін болмайды. Жезустың қалалықтармен келісімшарты келесі жылы аяқталады. Сондықтан зеңбірекшілерге бразилиялық үшін көп ақша төлеудің қажеті жоқ. Әрине, Жезус лондондықтардың шабуыл шебін әлде қайда күшейтетіні анық. Жеке басым Жезустың Арсеналға ауысқанын қалар едім. Мбаппенің PSG-мен келісімшарты бұзылуы мүмкін. Ла Лиганың заңгерлері осыны жүзеге асыру үшін тынбай жұмыс жасауда. Мадридтіктер Мбаппе секілді керемет ойыншыдан айырылып қалғандарына әлі көне алмай келе жатырған секілді. Біз Францияның спорт министрлігінен Мбаппенің келісімшартын бұзуды талап етіп отырмыз.
Неге біз LFP-ге шағымданып отырмыз? Себебі LFP PSG-ның қаржылық есептерін тексергенін қалаймыз. Осының арқасында Мбаппенің келісімшарты қаржылық фейрплей ережесінің талаптарына сәйкес келе ме көреміз. Франция футбол федерациясы Францияның спорт министрлігіне толықтай бағынады. Сондықтан біз Францияның спорт министрлігі дұрыс шешім қабылдайды деп сенеміз. Ла Лига өкілдері шынымен де PSG-ның жазаланатынына сенетін секілді. Шынына келгенде Мбаппенің келісімшарты бұзылмайды. Чеферин бұрыннан PSG шейхтарын қолдап келеді. Ары кетсе 1 миллион, 2 миллион айыппұл салынады. Перес өз сұхбатында Мбаппемен келісімге келмегенімізге өкінбейміз. Және қазір Мбаппе бұрынғыдай емес деген болатын. Бірақ қазіргі Ла Лиганың шағымдарына қарап, бұл сөздерге сену қиын. Роберт Левандовски Бавариядан кетуі үшін қолынан келгеннің бәрін істеуде. Кеше поляк журналистердің сұрағына жауап берді. Бір күні Бавария жанкүйерлері мені түсінеді деп үміттенемін. Менің Бавариямен келісімшартымның бітуіне 1 жыл ғана қалды. Сондықтан клубтан мені сатуды өтіндім. Қазіргі уақытта бұл өте дұрыс шешім. Клуб мені сатып ақша ала алады. Мен жағдайдың шиеленіскенін қаламаймын. Қазір клуб басшылығымен дұрыс шешім қабылдану үшін келіссөздер жүруде. Қазір эмоцияға бой алдырмау керек. Журналист Жерар Ромероның хабарлауынша Роберт 90% мансабын Барселонада жалғастырады. Бұған ойыншы да Барселонада қарсы емес. Бірақ әзірге Барселона қандай ақшасына полякты сатып алайын деп отырғаны белгісіз. Бұдан бөлек неміс басылымдарының хабарлауынша Томас Тухел Левандовскиді қатты сатып алғысы келіп отыр. Тухел Левандовскиді Лукакудың орнына қойғысы келеді. Лукаку болса көктерден кетіп Интерге қайтып оралуы мүмкін. Әрине Левандовскиді сатып алу Челси үшін өте дұрыс шешім. Холланд Ман-Ситиге, Нунес Ливерпульге келген соң, лондондықтар чемпиондыққа үміткерлердің бірі ретінде күшеюі керек. Мен өзім Роберттің Челсиге ауысқанын қалаймын. Ойлап қараңыз, келесі маусымда АПЛ-де чемпиондыққа Холланд, Нунес, Харри Кейн және Левандовски таласатын болады. Әрине бұл өте қызық болады. Бұдан бөлек Бавария Маненің трансферін ресми түрде жариялады. Билд басылымның хабарлауынша Бавария Мане үшін 40 миллион евро төлейді. Ливерпульге трансферден қолына таза 32 миллион евро түседі. Тағы 6 миллионы жеңіл бонустар. Қалған 2 миллион егер Мане Чемпиондар лигасы мен алтын допты жеңіп алса ғана Ливерпульдің қалтасына түсетін болады. 30 жастағы жартылай қорғаушы сейсенбі күні Германияға ұшып келіп, медициналық тексеруден өтеді. Және сол күні Бавариямен келісімшартқа қол қояды. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.